Сәлем достар, қазіргі таңда ағылшын тілін білудің маңыздылығы жайлы, қажеттілігі жайлы айтып жатудың өзі артық болар. Сондықтан да бірден негізгіге көшейік. Әуелі екі сұраққа жауап берсеңіздер. Сіз ағылшын тілін мектепте немесе жоғары оқу орнында оқыдыңыз ба? Ағылшын тілін репетитормен немесе белгілі бір курстарға барып оқыдыңыз ба? Десе де әлі оқып келе жатырмыз, иә? Белгісіз бір себептермен ағылшынды тастап кетіп жатамыз. Сіздерге ағылшын тілін оңай үйренудің бірнеше жолдарын айтайын. Біріншісі ол мотивация қажет. Яғни, ең әуелі English is fun, like. Немен әуестенесіз? Мүмкін сән, саяхат, аспаздық, соған байланысты оқыңыз. Өзіңізге қызық емес дүниелерді оқып, өзіңізді қинаудың қажеті жоқ. Тек қызығушылық арқылы ғана сіз ағылшын тілін жақсы көресіз. Екіншісі позитив. Яғни білмейтін заттарыңызға емес, білген заттарыңызға көбірек акцент жасаңыз. Мысалы, біз 10 сөзден 5 сөз жатта, 5 сөз жаттай алмай қалсақ, біз сол жаттай алмай қалған 5 сөзімізбен әбігер болып жүреміз. Керісінше, мұнда назарыңызды жаттағаныңызға салыңыз. Яғни, мен 5 сөз жаттадым, молодец, шырақ деп өзіңізді тіпті басыңыздан да сипап қойыңыз. Үшіншісі, объективті бағалау. Яғни біз ойлаймыз, мені белгілі бір уақыт бойы ағылшынмен айналысып келе жатырмын, менің ағылшыным бірден жақсы болып кетеді деп. Жоқ, жақсы ағылшынға біз жаман ағылшын арқылы ғана барамыз. Яғни бастапқыда қателер жасаймыз, акцентіміз де болады. Одан қорықпаңыз. Тек қана жаман ағылшын арқылы ғана жақсы ағылшынға қол жеткіземіз. Мотивацияны айттық, келесісі режимді сақтау. Яғни сауықтандыру орталығының маман айтқан екен. Мұнда келетін адамдар түрлі процедурадан көрі режимді сақтағанын, яғни бір уақытта ояну, бір уақытта тамақтану, бір уақытта ұйықтау, содан көбірек денсаулығына, жан саулығына ие болады. Сол сияқты ағылшында күнде айналысу керек. Яғни адамдар қалай, бәйшешектер сияқты, олар жазға қарай, көктемге қарай арықтайды. Шетелге баратын кезде, магистратураға түсетін кезде ғана интенсивті, яғни қарқынды оқып кетеді. Ол дұрыс емес, себебі зерттеу бойынша атүсті оқылған дүниелердің бәрі тез ұмытылып кетеді. Сондықтан да жай-жай Уилл Смит айтқан ғой, один кирпич в день, яғни күнделікті сіздің ағылшыныңыз бір-бірлеп қалыптасу керек. Сонда ғана нәтижесі болады. Күнделікті уақытыңыздың 1 сағатын ағылшынға арнаңыз. Үшіншісі, қорқыныш деңгейін төмендету. Біз ағылшыннан қорқамыз, қашамыз. Ағылшынша мәтінді көп қалсақ, бірден жауып тастаймыз, шошып кетеміз де. Олай істемеңіздер. Ағылшын күнделікті өміріңізге ену үшін, ағылшыннан қорқу деңгейіңізді төмендету үшін, күнделікті өзіңіздің ұстап жүретін смартфоныңызды алайық. Осы видеоны көріп жатсаңыз, сол арқылы тоқтата тұрып, дәл осы сәтте мұндағы настройкасына кіріп, ұялы телефоныңыздың тілін ағылшыншаға аударыңыз. Сол сияқты әлеуметтік желілерді де ағылшын тіліне аударып қойыңыз. Түсінбейтін ештеңесі жоқ. Мұндағы сөздердің бәрі түсінікті. Есесіне сіз ол ағылшын тілін күнде көру арқылы 100 рет көресіз белгілі бір ағылшынша сөздер. Сол арқылы санаңыз ағылшын тілін қабылдай бастайды. Қорқыныш деңгейіңіз төмендейді.